Ассалаумағалейкум, құрметті алматылықтар. Бүгін біздің Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры өзгеше социальный эксперимент. Яғни, осы алматылық тұрғындары қаншалықты қайырымдылыққа жақын екенін білгіміз келеді. Осын зерттеу үшін біз Бекзатты шақырып отырмыз. Өзі жас актер, және де біздің әріптесіміз Азамат. Бекзат жоғалған бала болады. Азамат оның әкесі болады. Осы Бекзаттың көмегіне қаншалықты біздің алматылық тұрғындар жақсы жауап береді екен. Яғни, құттап, тамағын беріп, болмаса жаңағы звондайтын жерге звондап, көмектесіп жіберетінін біз анықтағымыз келіп отыр. Сәттілік, Бекзат, Азамат. Кешіріңізде бір минутқа бола ма сіздерде? Неге? Мен, короче, папаша өшіре тұра тұр деді да, дұрыс Алматы білмейді, сіз звондап бере аласыз, телефон өшіп қойды. Ағасы бір минутқа бола ма? Мен, короче, телефон өшіп қойды, папама звондап бере аласыз. Мен, короче, папам өшіре тұра тұрсын деді да, сіз Алматы дұрыс білмейтін папаға звондап бере аласыз, телефон өшіп қойды. Кешіріңізде бір минутқа бола ма сізде? Бір минутқа болады ма? Аға менше, короче, папа өшіре тұра тұрсын деді да, телефон өшіп қойды, звондап бере аласыз папаға. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Балаңыз адасып тұрмын дейді. Бекзат, қай жерде ол? Звондасам телефон өшіп тұр екен. Тура Магнумның шетінде алдында тұр, фотында. Осы жерде тұр дейді саған. Аты Бекзат па балаңыз? Ешқайда кетпей осында тұр. Сіз бір ішкенге су ақша бере тұрасыз бір. Бұл жерден су болғанда жай су шамайсың, әр жағына Буратино бір. Магнум бол, магазин. Вот, маған кетеді. Позвонить хочешь? Да. Номер говори. 747. Районды түсіндіріп бере аласыз, просто. Здесь потерял? Да. Папаға звондау керек. Таппай қалдым папаны. Папаң бар ма уже? Иә. Возле центрального входа в Магнум, в общем, он стоит. Магнум Шорского, да? Да. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Менікі машинам уже тұр. Қазір келем, ма? Ағай бір су ішкенге бір ақша бере аласыз, көп күтіп қалдым папам. Кішкене шөлдеп тұрмын, кішкене суға алған ақша. Су алып келем, мен қазір шығам мен. Су алып келем ба саған? Жарайды. Бекзат деген балаңыз сізді мына не жерде күтті, Саламбұро деген мына Розыбакиеваның бойында. Қазір ол төменге қарай кетіп қалыпты, Снябыл бияққа кетіп қалыпты дейді. Қазір ол жерде тұрсын дейді, мына смол, мен айттым, Саламбұро ол жерге келеді. Жарай ма? Кішкене тамаққа ақша бере тұрасыз, кішкене самсаға болсын. Ақшамда да кейіннен басқа. Ағасы бір минутқа бола ма? Мен, короче, бір минутқа бола ма сізде? Әтче қарады. 747. Аха жай. Не еді? Осы жерде күтіп тұр. Аға сосын бір тамақ жерінде бір көп жүріп қалып едім ше. Бір самсаған ғана бір ақша бере аласыз. Кішкене болсын. Білмеймін да Алматыны. Папаға звондап бере аласыз, телефон өшіп қалып еді. Сағат 8:30-ға дейін боламыз осы жерде. Қазір осы жерде тұра бермейді, келем дейді папаң. Басқа бір алыс жақта. Бір тамақтануға бір ақша бере аласыз, кішкене. Ахан жарайды. Оған кішкене не бере аласыз? Көп жаққа едім жаңа. Су ма? Су ма бір. Суға ақша бере аласыз кішкене. Саламатсыз ба? Қалдыңыз қалай? Бізде мынандай опрос болып жатыр да, социальный. Бізде Салихалы ұрпақ деген қоғамдық қорымыздан. Жоқ, ұялмаңыз. Бұндағы мақсатымыз біздің алматылықтар қаншалықты қайырымды жан екенін білу. Сондықтан біз міне Бекзат бауырымызбен біраз опрос жасадық, біраз адамдардан. Сізге атыңыз кім? Ақжанай. Сізге Алла разы болсын. Осылай мейірімді жүрек танытып, баламызға көмектесіп, телефоныңызды беріп, ақша ұсынып жатқаныңыз бізді қатты қуантады. Өйткені жалпы біздің қоғамдық қорымыз осылай қайырымдылықпен айналысқаннан кейін басқа жандарды да осылай қайырымдылықпен айналысса екен деп шақырамыз соған. Сізге рахмет. Бекзат бауырымыз. Вот и завершился сегодняшний наш эксперимент. В процессе его съемки мы увидели, что основное большинство жителей нашего города откликнулись на просьбу нашего актера. Отозвались очень душевно, очень тепло, сразу откликнулись на просьбу.
Как говорится, доброта спасет мир. Ал енді осымен біздің 2 күндік экспериментіміз осымен тәмам болғалы тұр. Бұдан біз не байқадық, құрметті алматылықтар? Бұдан біздің осы алматылық тұрғындар мейірбан, мейірімшіл екенін байқадық. Қазақ айтады ғой, жақсының соңынан көп ереді, жаманның соңынан шөп ереді дейді. Сондықтан да әрқайсымыз жақсы болуға тырысайық ағайын, бір-бірімізге мейірімді болайық ағайын.